Мехраб KZ ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Имам Әл-Қудуридің Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. 47-ші дәріс алтын, күміс және сауда тауарларының зекеті. Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфa'на бима алламтана иннака аля кулли шайин қадир. Аллахумма ла сахла илля ма джа'алтаху сахла ва анта тадж'алул хазна идha ши'та сахла, амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша кезекті фиқ дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Бабу закатил фидда, күмістің зекеті. Әрине бұл қысқа тақырып. Одан кейін Бабу закатил захаб, алтынның зекеті. Және уақытымыз жетіп атса Бабу закатил уруд, сауда тауарларының зекеті. Осы үш тақырыпқа тоқталатын боламыз. Лейса фима дуна миәтей дирхамин садақа. 200 дирхам. Дирхам бұл жерде күміс ақша. 200 дирхамнан аз күмісте зекет жоқ. Фаида канат миәтей дирхамин, егер күміс ақша канат болса, миәтей дирхамин 200 дирхам болса, вахала алейхал хаулу, және оның тұрғанына 200 дирхамға жеткеніне бір жыл толса, фафиха хамсату дарахима, фафиха 200 дирхам күмісте хамсату дарахима 5 дирхам зекет бар. Яғни 200 дирхам күміске 5 дирхам күміс зекет ретінде берілуі парыз болады. Демек, күмістің нисабы 200 дирхам. 200 дирхам. Бір дирхам 2,975 грамм күміс болады. 2,975 грамм күміс болады. Енді осыны 200-ге көбейтетін болсақ, 595 грамм күміс шығады. Сонда күмістің нисабы, егер өлшем бірлігі грамммен есептейтін болсақ, 595 граммға жетеді. Кімде-кімнің 595 грамм күмісі болатын болса, ол адамға күмістен зекет беру парыз болады, егер оның тұрғанына бір жыл болса. ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40 فيكون فيها درهم. ولا شيء في الزيادة. 200-ден асқан дирхамда, 200-ден асқан дирхам күміс ақшада зекет жоқ. Оля шай'a, ешнәрсе жоқ, яғни зекет берілмейді. Фи зиядати, 200-ден асқан күмісте. Хатта таблуға, жеткенге дейін. 40 дирхамға. Бір кісінің 200 дирхамы бар, және соған қосымша тағы да дирхамы бар, күміс ақшасы бар. Енді бұл 200-ден асқан күміс дирхам, егер 40-қа жетпеген болса, тек қана 200 дирхам үшін 5 дирхам зекет береді. Одан асқанында зекет жоқ. Ал егер 200-ден асқан дирхам, 200-ге қосымша тағы да дирхамы болып, оның саны 40-қа жетсе, фаякуну фиха дирхамун. Сол 40 дирхам күміс үшін бір дирхам күміс зекет беріледі. Яғни 240 дирхамы
бар кісіге 6 дирхам күміс зекет беруі тиіс болады. 200 дирхам үшін 5 дирхам береді, 40 дирхам үшін 1 дирхам береді. Бұлай есептеп қарайтын болсақ, 5 дирхам ол 200 дирхамның 40-1 болса, 1 дирхам ол 40 дирхамның 40-1 болып табылады. Сумма кейін фи кулли 40 дирхамун. Осыдан кейін фи кулли 40 дирхаман, әр 40 дирхам үшін дирхамун 1 дирхам зекет беріледі. 200-ге толғаннан кейін егер 40-қа жетсе, сол 40 үшін 1 дирхам зекет беріледі. Одан кейін тағы да 40 дирхамға жетсе, 80 дирхам болса, 200-ден кейін тағы да қосымша 80 дирхам болатын болса, онда әр 40 дирхамға бір-бірден 80-ге сонда 2 дирхам зекет береді. Одан кейін тағы да 40-қа жетсе, ол 40 үшін тағы да 1 дирхам зекет беріп отырады. Айнда Аби Ханифата, бұл имам Абу Ханифаның фәтуасы бойынша, имам Абу Ханифаның иштихады бойынша. Вақала, ал енді имам Абу Ханифаның шәкірттері, имам Абу Юсуф пен имам Мухаммад, рахимахумаллах, олар былай дейді. Ма зада алал миатайни, 200-ден асқан күмісте, фазакатуху, оның зекеті, би хисабихи, өзінің есебі бойынша беріледі. Өз есебі бойынша беріледі. Яғни бұл жерде 200-ден асқаннан кейін ол 40-қа жетуі немесе басқа бір санға жетуі шарт емес. 40 болса да, 40-қа толса да, толмаса да, тіпті 201 болса да, 202 дирхам болса да, 200-ден асқан әрбір ақшаға, күміс ақшаға зекет беріледі. 40-та бірі зекет ретінде беріліп отырады. Мысалы, 210 дирхамы болса, сол 210 дирхамның 40-та бірі зекет ретінде беріледі. Бұл имам Абу Ханифаның шәкірттері, яғни сахибан Абу Юсуф пен имам Мухаммадтың иштихадтары болып табылады. وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة. وإذا كان الغالب على الورق ورق күміс ақша, басылған күміс ақша. Осы күміс ақшаның құрамының басым бөлігі күміс болса, күміс ақшаның құрамы, егер күміс ақша, күміс және басқа металл араластырылып басылған ақша болатын болса, мұндай жағдайда қараймыз. Бұл басқа металлмен араласқан күміс ақшаның қайсының құрамы көп, қайсының құрамы аз. Соған қарай мәселе шешіледі. وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ егер басым бөлігі алал вариқи күміс ақшадағы құрамының басым бөлігі әл-фиддата егер күміс болатын болса, фахия фи хукмил фидда, бұл ақша таза күміс ақшаның үкіміндей болады. Демек, бұл зекет парыз болу үшін құрамының басым бөлігі күміс болған, басқа металл араласып басым бөлігі күміс болған ақша кәдімгі күміс сияқты есептеледі. Яғни бұл 200 дирхамға жеткен кезде және 1 жыл асқан кезде оның 5 дирхамы зекет ретінде беріледі. وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ ал егер оның басым бөлігі алейха, яғни вариқ күміс ақшаның басым бөлігі ғиш, басқа металл болса, басқа металл, ғиш, яғни бұл алдау деген мағынаға да келеді. Бұл жерде жалған металл болса, күміс емес, күміске араласқан жалған металл болатын болса, басқа металл болатын болса, фахия фи хукмил уруд, мұндай ақшалар сауда тауарының үкімінде болады. Фахия фи хукмил уруди литтижара, сауда тауарының үкімінде болады. Ю'табару ан таблуға қиматуха нисабан, мұндай, яғни басым бөлігі
күміс емес, басым бөлігі басқа металл болған ақшаларға, күміс араласқан ақшаларға келетін болсақ, олар сауда тауары сияқты есептеліп, оның санының 200-ге жеткені негізге алынбайды, құнының 200-ге жеткені негізге алынады. Мысалы, басқа металл араласқан және басқа металл құрамында көп болған күміс ақша, негізінде ол құны кәдімгі күміс ақшадан төмен болады. Сол себептен де бұны күміс ақша ретінде санымен есептелмейді, нисаб мөлшеріне жетпегендігі санымен есептелмейді, құнымен есептеледі. Сондықтан да мұндай құрамында басқа металы көп күміс ақшаның саны емес, құны 200 дирхамның құнына жететін болса, сол кезде зекет беру қажет болады ол ақшадан. Бабу закати захаб, алтынның зекеті. Лейса фима дуна 20 мисқалан мина захаби садақа. Лейса фима дуна 20 мисқалан мина захаб. Алтынның 20 мысқалынан азында зекет жоқ. Лейса фима дуна 20 мисқалан мина захаб. Алтынның 20 мысқалынан азында лейса садақа, зекет жоқ. فإذا كانت 20 مثقالا, егер алтын 20 мысқалға жетсе, وحال عليها الحول, және алтынның, қолдағы алтынның 20 мысқалға жеткеніне 1 жыл толса, ففيها, мұнша алтында, яғни 20 мысқал алтында, нисфу мисқалин, жарты мысқал алтын зекет ретінде беріледі. Жарты мысқал алтын зекет ретінде беріледі. 1 мысқал алтын 4,25 граммды құрайды. 1 мысқал. Енді осы 4,25 грамм, осыны біз 20-ға көбейтетін болсақ, онда 85 грамм шығады. Сонда 85 грамм алтыны бар адамға алтыннан зекет беру парыз болады. Соның 40-та бірін зекет ретінде береді. Сумма фи кулли 4 масақила қиратан. Сосын, яғни алтын 20 мысқалға жеткеннен кейін, және 1 жыл толғаннан кейін, одан жарты мысқал зекет ретінде беріледі деп айттық. Осыдан кейін, осыған толғаннан кейін, сумма фи кулли 4 масақил, кейін әрбір 4 мысқал алтынға қиратани, 2 қират мөлшерінде алтын беріледі. 4 мысқал тең болады 80 қиратқа. 4 мысқал алтын 80 қират алтынға тең. Енді осы 80 қират алтынның 40-та бірі ол 2 қират болады. 80 қират алтынның 40-та бірі 2 қират алтын болады. Сондықтан да 4 мысқал алтынға 2 қират мысқал. Сондықтан 4 мысқал алтынға 2 қират мөлшерінде алтын зекет ретінде беріліп отырады. Бұл алтынның мөлшері, нисабы 20 мысқалға жеткеннен кейін. Демек, алтынның нисабы ол 20 мысқал. Яғни граммен есептеп айтқанда 85 грамм алтынға тең. 20 мысқалы, яғни 85 грамм алтыны бар адамға зекет, алтыннан зекет беру парыз болады. Одан азында зекет жоқ. وليس فيما دون 4 مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله. وليس فيما دون 4 مثاقيل. 4 мысқалға жетпеген алтында зекет жоқ. Имам Абу Ханифаның тұжырымы бойынша, иштихады бойынша. Яғни кімде-кімнің 20 мысқал алтыны бар болатын болса, 20 мысқал алтыннан жарты мысқал алтын зекет ретінде береді. 20-дан асса, 21 мысқал, 22 мысқал, 23 мысқал болатын болса, бұл 20-дан асқан 3 мысқалға
зекет бермейді. 4 мысқалға жетпегенше. 4 мысқалға жеткен болатын болса, онда одан 2 қарат береді. Бұл имам Абу Ханифаның тұжырымы. وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة. Алтынның кез келген түрінен немесе күмістің кез келген түрінен беріледі. Яғни құйма алтыннан немесе зергер бұйымы ретінде жасалған алтыннан, күмістен, немесе күмістен алтыннан ыдыс жасалған болатын болса, сол ыдыстан да зекет беріледі. Сол мәселені айтады. وفي تبر الذهب والفضة, алтын мен күмістің құймасында, وحليهما, алтын және күмістен жасалған зергер бұйымдарында, والآنية منهما, және алтын мен күмістен жасалған ыдыстарда az-закату, зекет бар. Олардың да зекеті берілуі тиіс болады. Егер кімде-кімнің жоғарыда айтылған өлшемге жететін, жоғарыда айтылған, мысалы 85 грамм алтынға жететін зергерлік бұйымы болса, немесе ыдысы болатын болса, я болмаса құйма алтыны бар болатын болса, олардан зекет берілуі тиіс болады. Бабу закатил уруди, сауда тауарларының зекеті. Az-закату ваджибатун фи уруди тиджарати, сауда тауарларында зекет беру парыз. Кайнатан маканат, қандай мал болса да, сауда тауары малдың қай түріне жататын болса да, одан зекет беру парыз болады. Кайнат маканат, яғни өзі зекеті берілетін малдар белгілі. Мысалы, қойдан, ешкіден, түйеден, сиырдан, алтыннан, күмістен, бұлардан зекет беріледі. Осы малдардан зекет берілетіндігі шариғатта бекітілген. Осы малға жататын болса да, немесе зекеті берілмейтін, мысалы, есек сияқты, қоян сияқты жануарлар, немесе басқа да темір сияқты металдар, мысалы, бұлар осы сияқты зекеті берілмейтін малдардан, металдардан, бұйымдардан болса да, зекеті берілмейтін бұйымдардан болса да, бірақ ол сауда тауары болатын болса, және иза балағат қиматуха, оның құны, сауда тауарының құны, қолдағы сауда тауарының құны жетсе, иза балағат жетсе, қиматуха құны, нисабан, нисаб мөлшеріне, ненің нисабына, минал вариқи, күмістің нисабына жетсе, яғни 200 дирхам күмістің нисабына жетсе, ау изахаб, немесе алтынның, 85 грамм алтынның құнына жетсе, онда одан бұл сауда тауарларынан зекет беру парыз болады. Юқауимуха, бұларды, яғни сауда тауарының құнын шығарады. Неге қарап, немен салыстырып шығарады? Бима хуа анфау лил фуқара, пақырлар үшін, уәл мәсәкин, және міскіндер үшін, пақыр міскіндер үшін қайсы мен есептеген пайдалы, минхума, алтын мен күмістің нисаптарының қайсымен есептеген сауда тауарларының құнын шығарған кезде, нисапқа жетпегендігін есептейтін кезде, алтынмен немесе күміспен есептегенде, бұлардың қайсы пақырлардың, міскіндердің пайдасына шешілетін болса, сонымен құнын шығарады. Не күміспен? Күміс тиімді болса, күмістің нисабымен, ал егер алтынның нисабы пақырлар үшін тиімді болатын болса, онда алтынның нисабына жеткен кезде, және 1 жыл толған болса, сауда тауарынан зекет беру парыз болады. وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا, وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ, нисаб, яғни зекет парыз болатын малдың шекті мөлшері, нисаб,
камилан толық болса, ва иза кана нисабу камилан нисаб толық болса, фи тарафаил хаули жылдың екі шетінде, фи тараф шеті деген сөз, жылдың екі шетінде, яғни жылдың басы мен жылдың соңында нисаб толық болатын болса, фануқсануху оның кемуі, фима бейна залика жылдың ортасында кемуі, фануқсануху фима бейна залика осы жылдың басы мен соңының арасында нисаптың кемуі, ла юсқиту заката зекеттің парыздығын жоймайды. Зекеттің парыздығын жоймайды. Мысалы, бір кісінің жылдың басында 40 қойы болды, немесе 85 грамм алтыны болды. Және бұл жылдың соңына жеткен кезде де 40 қой кемімей жылдың соңында 40 қой болып тұрды. Немесе алтын 85 грамм алтын болып тұрды. Бірақ бұл жылдың ортасында кеміген еді. Жылдың ортасында бір қойға кеміп, бірақ жылдың соңына дейін қайтадан бір қой қосылып, жылдың соңында 40 қой болған еді. 85 грамм алтында жылдың басында 85 болып, жылдың ортасында кеміп қалып, 80 грамм алтынға кеміп, бірақ жылдың соңында қайтадан 85 грамм алтын болып тұрса, бұл жылдың ортасында нисаптың кемуі зекетті мойнынан түсірмейді. Сондықтан бұл жерде нисаб мөлшеріне жеткеннен кейін, сол уақыттан бастап бір жыл өткенге дейін, хижри бір жыл өткенге дейін арада кем, бірақ жылдың соңында толық болып тұратын болса, зекет парыз болады. وَيَضُمُّ قِيمَةَ الْعُرُوضِ إِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَيَضُمُّ қосады قِيمَةَ الْعُرُوضِ сауда тауарларының құнын إِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ алтынға және күміске қосады. Нисапты толтыру үшін. Мысалы, 100 дирхам күмісі бар бір кісінің, және сол 100 дирхамның құнында тағы да тауары бар. Нисапты толтыру үшін сауда тауарын осы күміске қосамыз. Сонда 100 дирхамның өзі бар, күміс ақша, және 100 дирхамға соның құнына тең тауар бар. Екеуін қосқанда 200 дирхам, яғни күмістің нисабы толайын деп тұр. Олай болатын болса, сауда тауарының құнын алтынға және күміске қосамыз, нисапты толтыру үшін. Осылай қосып есептеледі. وَكَذَلِكَ сол сияқты يَضُمُّ الذَّهَبَ إِلَى الْفِضَّةِ алтынды да күміске қосады. Мысалы, күмістің өзі нисапқа жетпейді. Алтында бар, алтынның өзі де нисапқа жетпейді. Бірақ екеуін қосқан кезде, бір-біріне қосқан кезде нисап мөлшеріне жететін болса, және осы нисапты толтыру үшін екеуін бір-біріне қосу қажет болады. وَكَذَلِكَ يَضُمُّ الذَّهَبَ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ алтынды күміске қосады, بِالْقِيمَةِ құнымен қосады. Алтынды құнымен күміске қосады. حَتَّى يَتِمَّ النِّصَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى يَتِمَّ النِّصَابُ нисап толық болу үшін. Күмістің өзі толықтай неге жетпейді? Нисапқа жетпейді. 100 дирхам күмісі бар, 100 дирхам ол нисапқа жетпейді. Және алтыны бар. Алтыны, мысалы, 5 мысқал алтыны бар. 5 мысқал алтын ол нисапқа жетпейді. Енді осы алтынның құнын есептеп күміске қосамыз, нисапты толтыру үшін. Бұл имам Абу Ханифаның фатуасы бойынша. Әрине, егер 5 мысқал алтынның құны 100 дирхам күміске тең болатын болса, онда 100 дирхам күмістің өзі бар, және 100 дирхам күмістің құнына тең 5 мысқал алтын бар. Онда мынаның құнын күміс ақша 100 дирхамға қосқанда 200 дирхамға толған болып есептеледі, және бұл күмістің нисабы болады, бұдан зекет парыз болады.
Уақала. Ал енді осы мәселеге қатысты имам Абу Ханифаның шәкірттері, имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммад, яғни сахибан, Алла ол кісілерге разы болсын, былай дейді: لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة. لا يضم الذهب алтын إلى الفضة күміске қосылмайды بالقيمة, құнымен қосылмайды. Иә, нисабты толтыру үшін алтынды күміске қосамыз, бірақ құнымен есептеп қоспаймыз дейді. ويضم بالأجزاء. بالأجزاء. Бөлшектерімен қосамыз дейді. Бөліктерімен қосамыз дейді. Мысалы, бөліктерімен қосу ол қалай болады? Бір кісінің 100 дирхам күмісі бар. 100 дирхам күмісі бар. Күміс өз алдына нисапқа жетпейді. Және алтыны бар. Алтыны 10 мысқал алтын. 10 мысқал алтын. Енді қарап отырсаңыздар, күмістің нисабының жартысы бар, алтынның нисабының жартысы бар. Алтынның нисабы 20 мысқал болатын болса, бұл кісіде 20 мысқал емес, 10 мысқал бар. Ал күмістің жартысы бар, 100 дирхамы бар. Енді осы алтынды жарты нисаптың жартысын толтырып тұрған, яғни 10 мысқал алтынды 100 дирхамға күміске қосып, нисапты осылай толтырамыз. Осылай алтын мен күмісті бөлшектерімен бір-біріне қосып, нисапты толтырамыз деп айтады имам Абу Юсуф пен Мұхаммад. Ал имам Абу Ханифа болатын болса, алтынды күміске қосқан кезде оны алтынның санымен емес, бөлшегімен емес, алтынның құнымен есептейміз дейді. Алтынның құнымен есептейміз. Құнымен есептеген кезде күмістің нисабын толтыратын болса, онда бұл нисап толық болып есептеліп, одан зекет берілуі тиіс болады дейді. Құрметті бауырлар, бүгінгі сабағымызды осы жерде тамамдаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.